Қайырлы күн құрметті оқушылар. Бүгін бізде 5-ші сынып 2-ші сабағы. Енді алдыңғы сабақтарда еңгіш ортақ еселік амалдарының орындалу реті туралы айтылған. Енді бұл сабақта қалай ортақ бөлім беру керек, қалай көбейту керек, бөлшектерді қалай көбейту керек, бөлу керек, және де қосып азайту, соның бәрі түсіндірілетін болады. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Енді ең біріншіден біз сіздерге айтарым, ең біріншіден біз амалдардың орындалу ретін жазып алуымыз керек. Енді алдымызда бізде бөлшек кездесіп тұр. Ең бастысы үйренем десеңіздер, қатты күрделі емес. Шын мәнісінде не істеу керек екенін рет-ретмен білсеңіздер болды. Енді бірінші бөлшектің алымын орындаймыз. Алымы деген үстіңгі бөлігін айтады, мына жерде. Демек, алымында бізде жақша кездесіп тұр. Соны біз бірінші орындауымыз керек. Бірінші, одан кейін екінші бөлуді, үшінші қосуды орындауымыз керек. Ал одан кейін бөліміне түсеміз. Бөлімінде жақша бар, 9 жақша бар. Оның ішінде бөлу кездесіп тұр. Төртінші мынаны бөлуіміз керек. Бесінші мынаны бөлуіміз керек. И алтыншы осы екеуін қосуымыз керек. Содан кейін жетінші азайтамыз. 8-ші бөлеміз. Ең соңында үстіндегі шыққанмен астында алымында санмен бөліміндегі санды бөлеміз. Үстіндегі мен астындағаны. Неге десеңіздер, ортада тұрған бөлшек сызығы бар ғой, асты мен үстін бөліп тұрған. Сол бізде бөлу амалын береді. Енді ең бірінші орындайық. Ең бірінші сіздерге мен бір емес 3 мысал көрсететін боламын, дәл осындай. Жақсы мұқият болыңыздар. Енді біріншісі 7 азайтылған 6/135. Енді бұны толық азайта аламыз деп ойлаймын бәріміз, себебі 5-ші сыныпта оны үйрендік қой. Кәдімгідей баған түрінде азайта саласыздар. Бұл бізде 0,165 болады екен. Дұрыс па? Енді азайту қалай азайтты дейтін болсаңыздар, міне түсіндіріп айтайын нәрге. 7-ден азайтасыз 6/135-ті. Бүтінді бүтіннің астына жазамыз. Сен 7-нің соңына үтір қоясыздар да 2-0 жалғай саласыздар. Сол кезде мынаны береміз. 10 болады, 10-нан 5 азайтсаңыздар, 5. Ал мына жерде бізде қанша? 9 қалады. 9-дан 3 азайтып жібересіздер, 6 болады. Мына жеріміз 6, 6-дан 6-ны азайтсақ 0. 0,165 болады деген сөз. Осылай қарапайым түрде азайта саласыздар. Ойша есептеген дұрыс болады. Так, екінші осы 0,165-ті шыққан санды бөлуіміз керек 6/5-ке. 6/5-ке бөлуіміз керек. Енді бұны баған түрінде бөлсек болады, бірақ ең дұрысы бөлшекпен есептегендеріңіз дұрыс. Енді мысалына бірінші бөлшекті оқиық. Бірінші бөлшегіміз 0,165 деп тұр. Демек, ол бізде былайынан жазылу керек. Бүтін бөлігі жазылмайды, себебі 0 болып тұр. 100-65 деп жазамыз. Бөлінген. Енді 6/5 дейді. 6/5. Мысалы, мына жер болды деп ойлаймын. Бұны өшіре салайға. Немесе видеоны паузаға қойып, өздеріңізге керек болса жазып аласыздар. Оны өшіре салайық, қазір бетіне сыймай қалуы мүмкін. Енді 6/5 дегеніміз былай. 6/5 деп айттыңыздар. Осыны аралас, мына ондық бөлшек қой, 6/5 дегеніміз. Бұны аралас бөлшек түрінде жазсақ, ол 6/10-5 деп жазылады да. Және бұл аралас бөлшекті бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 10-ны 10 мен 6-ны көбейтеміз мына екеуін, и 5-ті қосып жібереміз. Сол кезде 10-ды 6-ға көбейтсек 60, 60-ға 5-ті қоссақ 65 болады екен. Бірде мына түрде жазалсаңыздар, ол жақсы негізі.
6,5 деген ол 65 бөлінген 10 деген сөз. Енді есебімді жалғастырайын ары қарай. Басында осылайынан жай ақырын шығарып отырамыз, кейін 2-3 минутта шығарып тастайтын боласыздар бұндай есептерді. Так, демек мына жеріміз 65 бөлінген 10 шықты. Бірден жаза салайық. Енді бөлуді амалын орындаған кезде бөлшекте бөлу амалын. Бұны көбейтуге ауыстырамыз, дұрыс па? Сол кезде алым мен бөлім ауысады. 10 үстіне келеді, мынау астына кетеді. Сол кезде мына жерде 65 пен 65-ті қысқарта саласыздар, 1 қалады бұда. Мына жерде 10 мен 100-дің 1/0 қысқарта салсаңыздар болды. Сол кезде мына бөлшектің астында 10 шығып тұр. Мына 10 мен 1 көбейтілді, ал үстінде 1 ғана қалады деген сөз. 10-нан 1 екен. Енді бұны әрі қарай 10-дық бөлшекке айналдырсақ болады. 1-ді 10-ға бөлетін болса, ол бізде 0,10-нан 1 шығады екен. Бұлай айналдыруым себебі, қазір мен көріп тұрмын, 3-ші амалды орындайтын болсам, мен оны қосайын деп тұрмын 9,10-нан 9-ға. Дұрыс қой, енді 3-ші амал кеттік. Осы 0,10-нан 1-ді қосамыз 9,10-нан 9-ға. Ол бізде 10 шығады, 1-ден жаза саламын, оны түсіндіріп жатпаймын. Және де құрметті оқушылар, есепті дәл осылай амалдарды реті бойынша орындап шығарсаңыздар. Мысалы, міне 3, 4, 5, 6, 7 депші. Кейбіреулер бұл ұзақ қой деп айтуы мүмкін. Бұл өте ыңғайлы тез жол осы негізі. Мен қазір ұзақ болып ату себебі, мен түсіндіріп атқаннан кейін сәл ұзақ болуы мүмкін. Өзіңіз шығарсаңыз өте тез болады негізі. Қателесіп қалсаңыз да қатеңіз тауып алуға оңайда, мұғаліміңізге барсаңыз. Енді ерге 4-шісі дейік. 4-шісі тура осылай бағанағыдай көрсетем. 1,10-нан 2 деп тұр. 1,10-нан 2-ні бөлеміз 36-ға. 1,10-нан 2 тең дейік. Бұл дегеніміз 1,10-нан 2. Осылай жаза саласыздар. Астындағы санды бүтін бөлігіне көбейтеміз, 1-ді 10-ға көбейтеміз, 2-ге қосып тастаймыз. 12 шығады, 10-нан 12. Біз 1-ден жазуымыз керек осылайдан негізі. 10-нан 12 деп. Бөлінген 36 дейсіздер. Және де жай тұрған сан өзінше тұрған санның астында не бар? 1 бар деген сөз. Енді бөлу амалын орындайын деп тұрмыз. Тағы да бірінші бөлшек өзі жазылады. 10-нан 12 көбейтілген. Мына екеуін орнына ауысады. Мысалы, қазір мына бөлшекті баған түрінде бөлем десеңіз, ол смысл жоқ та одашы негізі. Қазір 1 бөлінген 30 шығады мына жерде, себебі ол 1 бөлінген 30-ды жазу ол сәл ұзақтау болып кетеді негізі. Сол себепті сіздерге үйрену жолы осы бөлшек әдісі ыңғайлы. Енді жерде 12 мен 36-ны қысқартасыздар. 12-ге қысқарады, мына жерде 1 қалды, мына жерде 3 қалады. Бөлшекті қысқарту дегеніміз екеуінде бірдей бөлінетін санға бөлеміз ғой негізі. Сол кезде бөлшектің бөлімінде 10 мен 3 тұр, көбейтсек 30 болады. Ал үстінде 1 бар, 1-ді 1-ге көбейтесіздер. Енді келесі амал тура сондай. Осы 1,10-нан 2-ні 0,125-ке бөледі екенбіз. Енді мына жерлерді өшіре салайын мен. Бір бүтін оннан 2 тұр бізде, енді 0,125. Так, бұл түсіндіріп жатқан жерлерді қызылмен жазып отырайын. 0,125. Бұл бізде бүтін бөлігі жоқ, демек жазбаймыз, 100-25 деп жазамыз. 0,125. Осылай қала берсе де болады, и дальше қысқартамын 25-ке десеңіздер. Осылайынан 4-тен 1 деп жазсаңыздар болады. Бұл 0,125 дегеніміз ол стандартты ондық бөлшек деп аталады. Себебі ол қысқартылып өте кішкентай сан болып қалады да негізі. Түбіне үшін есептейтін болсаңыздар. Енді әрі қарай есептейік. 1,2-ні ол жоғарыда тұр, қалай алу керек екен? 10-нан 12 деп болады екенбіз. Және де бөліп жатармыз. Бөлеміз қаншаға?
4-тен 1-ге бөледі екенбіз. Сол кезде жазамыз 12-ден 10 көбейтілген 4 үстіне кетеді, 1 астына кетеді. Енді мына жерде қысқартсақ та болады, қысқартпасақ та болады. Мысалы көбінесе асты 10 болып тұрғаны жақсы негізі. Бірақ енді қысқарта салайық, онда тұрған ешнәрсе жоқ. 2-ке қысқарады, 4-ті 2-ке бөлсек 2, мынада 5 қалады деген сөз. Демек мына жеріміз қанша? 5-тен 24 екен. 5-тен 24. Енді 6-шымыз біз не істеуіміз керек? Осы міне 6-шы бізде 4 пен 5-тің ортасында тұр. Демек осы екеуін не істеу керек? Қосу керек. 4-те бізде 30-дан 1 шықты. И қосамыз 5-те 24-ті. Енді біз ортақ бөлім беру дегенді үйренеміз. Мысалы көбейту бөлу деген ол түсінікті деп ойлаймын. Ортақ бөлім дегеніміз мына бөлімдегі сандарды бірдей қылу керек қой, ең біріншіденші. Бұны қалай бірдей қыламыз? Мысалы 30 деген санды, мына кіші санға бөліп көресіздер. Таза бөліне ма? 30-ды 5-ке бөлсек бөлінеді 6 болады. Демек ортақ бөлімі осы 30 болады деген сөз. Ал бөлінбей жатса үлкен саны кішісіне ше, оны 2-ге көбейтіп, 3-ке көбейтіп, 4-ке көбейтіп бөліп көресіздер. Сол шыққан сан несі бола салады. Так, мына жерде 35-ке бөлінді, и 30-ды алып тұрмыз. Енді мына 30-ды 30-ға бөлесіздер. Ол 1 шығады, демек мынаның үстіне біз 1-ден береді екенбіз. Ал мынау 30-ды 5-ке бөлсек, ол бізде 6. Демек мына 24-дің үстіне 6 береміз. 1-ді 1-ге көбейтеміз 1, 1-ді 30-ға көбейтсек 30. Енді 6-ны 120, 24, мынау 144 болады. Асты 6-ны 5-ке көбейтсек 30. Мына ортақ бөлім беру дегеніміз, бөлімдерін бірдей қылу керек. Осылай болу шарт. Және де ол бөлшектерді қосқанда, азайтқанда осылай болады. Демек ары қарай кеттік. 30 деп жазамыз. Біреуі жазылады. Енді екеуін қосу керек болып тұр. 145 болады. Қоссақ. Енді бөлшектің алым мен бөлімінде қысқартуға болады. Қысқаратын сан көз жетіп тұр. Сандардың бөлінгіштік қасиетінде мынау 5-ке бөлінетініне. 5-ке бөлсек мына жеріміз 6 болады екен. Мынаны 5-ке бөлсек қанша? 2 болады. И 9, 29 болады. Оны аралас бөлшекке айналдырып жібересіздер. Аралас бөлшек дегеніміз 29-ның ішінде 6 неше рет кездеседі? 6, 24, 4 рет кездеседі екен. 4,6-дан 24, 29-да азайтып кетсек 5 болады екен. 4,6-дан 5. Енді әрі қарай кеттік. Осыны енді не істеуіміз керек? 7-шісі азайтуымыз керек екен. Осы 4,6-дан қанша? 5. Азайтылған 1,16-да 5. Енді мысалы мына жерде қазір майдалау әдісі деген болуы мүмкін, теріс сан болып кететін жағдай. Енді бірақ қазір орындайым, мұқият болыңыздар. Енді қараңыздар, ортақ бөлімге келтірместен бұрын бірінші бүтін бөліктерін көріп тұрсыздар ғой, 4 және 1. Осыны азайтып аласыздар. Ол 3 болады. 3-тен кейін қосу қойылады, міндетті түрде қосу. Не үшін азайту қой деген сияқты емес. Себебі ол алдындағы бүтін бөлік азайтылып тұр. Енді ортақ бөлім беруге кірісеміз. Бөлшектің бөліміндегі сан 6 және 16 болып тұр. Біз үлкенін аламыз, 16-ны 6-ға бөлеміз. Ол таза бөлінбейді. Демек 16-ны 2-ке көбейтіп аламыз, 32. 32-ні тағы 6-ға бөлеміз. Ол да таза бөлінбейді. Енді 3-ке көбейтеміз, 16-ны 3-ке көбейтсек 48 болады. 48-ді 6-ға бөлсек, ол бізде қанша? 48-ді 6-ға бөлсек, ол бізде 8 болады екен. Демек ортақ бөлімі 48 деген сөз.
түсінікті ма? Мына үлкенін 2-ке көбейткенде болмады, 3-ке көбейткенде болды. Осылайынан тауып аласыздар. Демек 48 болады екен ортақ бөлімі. 48-ді 6-ға бөлсек мына жер 8 болады. 48-ді 16-ға бөлсек мына жеріміз 3 болады. Мына шекесіне осылай береміз. И 5 жердегі 8-ім ол бізде 40 болады екен. Мына азайту, мына азайту жазылды. Сосын 5-ті 3-ке көбейтсек 15. Ал астындағысы 3-ті 16-ға көбейтсек 48. Міне бүтін бөлігі тұр. Және де асты бірдей болып тұр бізде. Енді қарасаңыздар, мына бүтін бөлігін тіркей саласыздар. 3 бүтін 48-ден қанша? 40-тан азайтасыздар 15-ті. Ол бізде 25 болады. Міне 7-ші амалымыз орындалды бізде. Енді осы 8-шісі бөлуіміз керек. Бірінші жазылайық. 3 бүтін 48-ден 25 бөлеміз 24-тен 169-ға. Енді бөлу амалын орындау үшін аралас бөлшекті көріп тұрмыз. Міне 3 бүтін 48-ден 25 деген. Ол міндетті түрде бұрыс бөлшекке айналу керек. 3-ті 48-ге көбейтіп 25-ті қосамыз. Қанша болады мынау? 144, 169 болады. И асты 48. Бұрыс бөлшекке айналдырдық. Енді бөлуді көбейтуге бірден ауыстыра салайық. Сол кезде 169 мың астына кетеді. 24 мың үстіне келеді. 169 мен 169 қысқарды. 24 мен 48. 24-ке қысқартсақ мына жерде 1 қалады. Мына жерде 2 қалады. Демек 2-ден 1 шығады екен. Енді келесі ең соңғы 9-шы амалмен мына есептің шешімі шығады. Енді бірінші үстіндегі амал 3-пен бітіп тұр. 3-ші амал бізде міне 10. 10-ды бөлшек сызығы бөлуді білдіреді. Бөледі екенбіз. Мына 8-ші амалымыз бізде 2-ден 1 шығып тұр. 10-ды бөлеміз 2-ден 1-ге. Бірінші 1-ден жазамыз. Мына 10-ның астында 1 бар деп жазып қойыңыздар. 10 и 1. Көбейтуге ауыстырамыз бөлуді. Ал көбейту тұратын болса, просто так көбейте саласыздар да. Астына үстіне деген сияқты. Ал бөлуді орнын ауыстырып алып көбейту керек. Мына жеріміз 2 үстіне кетеді, 1 астына кетеді. Енді көбейтесіздер, бұлайынан қысқармайды себебі. 10-ды 2-ге көбейтсек 20. Мына 1-ді 1-ге көбейтсек 1. 20-ны 1-ге бөлесіздер. 20. Міне, анау бізде жауап болады екен. Так. 1 минут. Так, енді кеттік. Енді келесі есебіміз, бұны өздеріңіз шығарып көріңіздер. Мен де қазір шығарам, бірақ паузаға басып шығарып көргендеріңіз дұрыс. Су ішіп алайын, тамақ кеуіп кетті сәл-сәл. Енді ең бірінші амалдардың орындалу реті. Так. Кейде оқушылар андай бір ақырын түсіндіріп атсам, жай сөйлеп атсам, енді ол адамның табиғи болмысы ғой. Егер жылдамырақ түсіндірген қаласаңыздар, ана видеоның сәл ускорениясы болуы мүмкін. Жылдамдық қосып тыңдайсыздар ғой. Так, енді ең бірінші жақшаны, дәу жақшаның ішіндегі жақшаны орындап шығамыз. 7-тен 9 азайтылған, 7-ге 47 деген. Сосын бөлеміз, және де қосамыз деген сияқты. Одан кейін мына жақша орындалады. 4-шісі и осы екеуін бөлуіміз керек. Сразу мына жақшадан кейін 1,6-ға көбейтіп жіберудің қажеті жоқ. Бірінші бөлу келді ме, бірінші бөлу орындалады. Мысалы, көбейту мен бөлу қатар келсе, қайсысы орындалады деген сұраққа кейбір кісілер ойланып қалады негізі. Бірінші қайсы тұр?
солсы орындалады деп жауап бересіздер. Мысалы мына жерде бөлу бірінші тұр, көбейту одан кейін тұр да. Значит, бірінші бөлу орындалады. Мына жерде 6 болады, мына жерде 7-ші самал болады. Тең. Енді бірінші деп орындап кетейік. Мына жерде так, мына қызыл сия керек емес, көкпен жазайын. Так, мына жер, мына біріншісі 9-дан 7. Сіздер паузаға қойып, каждый нені өздеріңіз қадағалап отырыңыздар. 72, 47. Ортақ бөлімі анықтау үшін, мысалы, азайту көріп тұрмын ба бөлшекте, қосу көріп тұрмын ба, өз болды. Ортақ бөлімге келтіру керек. 72-ні кішісіне бөліп көрем, 9-ға бөліп көрсем 8 болады екен. Значит, бөлінетін болса, осы ортақ бөлім болады бізде. 72-ні алам. 72-ні 9-ға бөлсем, ол бізде 8 болады. 8-ден берем. 72-ні 72-ге бөлсем, ол бізде 1 болады. 1-ден бересіздер. 8 жердегі жетім 56. 8 жердегі 9-ым 72 жазылып тұр. Мынау өзі жазылады. Себебі 1-ге көбейтіп жатырмыз. Астында үстінде 72. Міне бөлшектің бөлімі 1-дей. 72. Біреуі жазылады. 56-тан 47-ні азайтасыздар 9. Екеуі 9-ға қысқарады. Мынада 1, мынада 8 болады. Демек 8-ден 1 деп жазып қоямыз. Екіншісі. Осы 8-ден 1-ді не істейді екенбіз? Мына жерге түсіндірейін. Негіз білем десеңіздер, 1-ден орындай беріңіздер. Мысалы 1/100-ден 25. Бұл бізде 1/100-ден 25 деген сөз. Енді бұны бұрыс бөлшекке айналдырсақ, 100-ді 1-ге көбейтіп 25-ті қосамыз, ол 125 болады бізде. Асты 100. Бұл 25-ке қысқарады. Мына жерде 4, мына жерде 5. Демек 4-тен 5 болады деген сөз. Калькулятормен де тексерсеңіздер болады. 5-ті 4-ке көбейтіп бөлсеңіздер 1/125 шығады. Бірақ сіздерге берер кеңесім калькулятор қолданбай-ақ қойыңыздар. Негізі кімде-кім осы есептерді калькуляторсыз шығара алса, ол дальнейшем математиканы меңгеріп кете алады. Ал бұның өзіне калькуляторға тәуелді болатын болсақ, негізі математика қиын болады ары қарай үйрену. Так, енді 8-ден 1 көбейтілген мына жер 4, мына жер 5 болады. Енді мына жерде 4 пен 8-ді қысқартуға болады. 4-ке қысқартамыз, мына жер 1, мына жер 2. 4-ке қысқарттық, дұрыс. Мына жеріміз бізде 10 болады, мына жеріміз бізде 1 болады. 10-нан 1. Енді үшіншісін мына жерге орындайық, кішкене үнемдеп. 10-нан 1-ді қосады екенбіз 40-та 7-ге. Міне арасы қосу керек бөлшектерді, значит ортақ бөлімге келтіреміз. Ортақ бөлім үлкені 40, 40-ты 10-ға бөлсек таза бөлініп тұр, демек ортақ бөлімі 40. Жазып аласыздар. 40-тан бірінші бөлшектің астындағы санға бөлеміз. 4 шығады. Дұрыс па? 40-тан 10-ға бөлеміз, 40-ты 40-қа бөлеміз, 1 шығады. Енді көбейтеміз 4-ті 1-ге, 4 болады. 4-ті 10-ға көбейтеміз, 40 болады. 1-ге көбейтсек, мынау 7 болады, мынау 40 болады. Көбейтсек бізде ортақ бөліміндегі сан 1 өзі жазылады, 40, мынау 11. 3 амалды орындап тастадық. Енді төртіншісі. Мына екеуін азайта саламыз. 0,358 азайтылған 0,108. Оны азайтсақ, негізі түсініп қойға болады 0,250 шығады. Дұрыс қой, енді қараңыздар, ондық бөлшектерде мына ең соңғы сан 0 болып кездессе, оны жазбай-ақ қоюға да болады. Демек 0,125 болады деген сөз. 0,125 дегенде біз 1-ден жазып кетейік. Мысалы, мына жерде жаздық қой бағана, дұрыс па? Мына жерге оралайық, сол сияқты жазамыз. 0,125 дегеніміз бүтін бөлігі жазылмайды, себебі 0 деп тұр. 100-ден 25 дейсіздер. Оны тағы 25-ке қысқартып жіберуге болады. Мына жерде 1, мына жерде 4.
Демек 4-тен 1 шығады деген сөз. Бесіншісі. Так, 3-ші шыққан мен 4-ші шыққанды есептеуіміз керек. 3-ші шыққан 40-та 11. Бөледі екенбіз, бірден көбейту қылып жаза берем. Көбейтуге ауыстырып жіберем. 4-тен 1-ге бөлуім керек еді. 4 үстіне кетіп, 1 астына кетіп қалады сөзге. Дұрыс қой, оқушылар, бөлуді көбейтуге ауыстырамыз, бірден жаза береміз сол себепті. Так, мына жеріміз 10, мына жеріміз 1. Үстінде сөзі көбейтсек 11 шығады, мына жеріміз 10 шығады деген сөз. Енді осыны 1,6-ға көбейтеміз. Тағы да көрсетіп жіберейін. 1,6 ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыруды. 1,6 дейсіздер. И көбейтіп қосқанда 16 бөлінген 10 болады. Дальше 2-ке қысқартуға болады, бірақ керек емес. Осылай тұра берсін. Әрі қарай жалғастырайық. Так, 6-шысы. Так, 5-те не шықты бағана? 10-нан 11 шықты. Көбейтеміз 1,6-ны, аны ерге жазып қойдым, мына жерде тұр. Сразу осылай жаза салған дұрыс. 16 бөлінген 10. Енді бұны 16-ны 10-ға қысқартып жіберейік. Бұлайынан. Так, 2-ке қысқартса мына жер 5 болады. Мына жер 8 болады. Мына 8 мен 10-ды тағы да қысқартасыңдар. Мына жер 5 болады. Мына жер 4 болады. Демек, үстінде 11 мен 4 көбейтсек 44 болады. Астында 2-5 көбейтсек 25 болады. Енді 7-ші амал. 7-ші амал біз не істейміз? Осыны 25 азайтылған 44. Азайтылған 25-тен 19. Азайту ортақ бөлім берудің қажеті жоқ, себебі бөлімдер бірдей. Жазып аламыз 25 деп. Бөлімдер бірдей болса бірден жаза бересіздер. 44-тен 19 азайтамыз, ол бізде 25. 25-25-ке бөлсек 1 деген жауап шығады екен. Осылай оқушылар. Тура осылай есепті жаңылыспай, қателеспей шығаруға болады негізі. Тура осылай амалдардың орындалу ретін дұрыс ескеріп шығаратын болсаңыздар. Енді келесі. Оны да бір көрсетіп жіберейін. Бірінші амалдардың орындалу ретін жазамыз. Бірінші бөлшектің алымы орындалады. Бірінші бөлеміз, екінші бөлеміз, үшінші қосамыз, төртінші қосамыз. Негізі мына жерде 3 пен 4 амалын бірінен жасап жіберуге болады негізі. Қазір көрейік. Так, 5-ші көбейтеміз, 6-шы жақшаның ішін орындаймыз. Сосын мынаны бөлеміз. Ең соңында алымы мен бөлімін бөлеміз. Себебі бөлшек сызығы бізде бөлуді білдіреді. Так, бірінші. Бірінші. 0,5 дегенді бірден жаза берейік. 10-нан 5 деп жазамыз. Дұрыс па? Бөлінген наны 1/100-ден 25 деп жазамыз. Дұрыс қой. 5, 10-нан 5 деп жазамыз. Бөлуді сразу көбейтуге ауыстырайық. Енді жерде қарасаңыздар, көбейтіп бұрыс бөлшекке айналдырып жіберейін деп жатырмын, және де орын ауыстырып жіберейін деп жатырмын. Екі нәрсені бірден жасап жүреміз да. 125 болады, көбейтіп қосқанда. Так, астындағы сан 100 үстіне кетеді. 125 астына кетіп қалады. Дұрыс па? Енді мынау стандартты бөлшектерді бірден 25-ке қысқартып алайық. Мына жеріміз 5, мына жеріміз 4 болады. Енді 5 пен 5-ті бірден қысқарта салу керек. Және де мына бірдей сандарды қысқартқаннан кейін 1 деп жазудың қажеті жоқ деп ойлаймын негізі. Оны түсінікті ғой. Дұрыс па? Кейбіреулер неге жазбадыңыз деп айтады оны. Жазудың қажеті жоқ. Себебі 1 қалатын түсінсең болды. 5 и 2. Так, енді екіншісі. 5-те 7.
сразу көбейту деп жаза берем. Тура мына жоғарыдағыдай екі амалды бірден жасап жіберем. Бірінші бұрыс бөлшекке айналдырып и орнын ауыстырып жібереміз. 7-ні 1-ге көбейтейік. 7, мына жер 7-ні 1-ге көбейтеміз и 4-ті қосамыз. Сол кезде үстіне 7 кетеді, 11 астына кетеді екен. Көбейте саласыздар, қысқартылатын сан жоқ себебі и мына жер 55 болады. Енді мына жерде 3 пен 4-ті жаңа 1-ге орындап жіберем деп айттым я. 3 және де 4 1-ге орындап жіберейік. Бірінші не шықты бағана? 5-те 2 шықты. Қосамыз 55 49. Азайтамыз 11-ден 3-ті. Қосу азайту болғандықтан 1-ге орындайын дедім да. Енді қарасаңыздар, ортақ бөлімге келтіру керек үшеуінде. Ең үлкені 55 таластарда бөліп көресіздер, екеуіне де бөлінеді. Демек ортақ бөлімі 55 болады деген сөз. 55-ті 5-ке бөлсек мынада 11, 55-ті 5-ке бөлсек мынада 1, мынада 5 болады екен. Так, астына жаза берейік, мына жерге қазір сыймайын деп тұр. Тең. Астына көбейтсек 55, 11-ді 2-ке көбейтсек 22. Қосылған. 1-ге көбейтсек 55, 49 бұл өзі шығады. Мынаны 5-ке көбейтсек, так, 15, мына жер 55 болады. Ортақ бөлім бердік, бөлімдері бірдей. Демек астын өзін жазам 55. Негіз жеке-жеке орындасаңыздар да болады, бірінші қосып, екінші азайтып деген сияқты. Ол қате емес. Енді 22-ке 49-ды қоссақ, ол бізде қанша? 60, 71, 71-ден 15 азайтамыз, ол бізде 56 болады. Енді осылай екі амалды бірден орындап жібере саламыз. Так, енді осыны 3-ке көбейтуіміз керек. Так, мына жеріміз 5-ші деп қояйық. Так, 56 бөлінген 55. Немесе 55-тен 56. Көбейту 3 дейік. 3-дің астында 1 бар. Енді просто көбейте саласыздар. 168, мына жер 55. Так, енді алтыншысы. Алтыншысы ол бізде 1,5 дейді. Сразу жазам 1,5. Жоғарыда көріп тұрсыздар берілген. И 4-тен 1. Берілген қайта-қайта жаза бергім келіп отқан жоқ, себебі уақыт алады оның бәрі. Мына жерде ортақ бөлімге айналдырсақ, ол бізде қанша болады? 10, 15, 10-нан 15 болады екен. Қосу 4-те 1. Ортақ бөлімі, мысалы, үлкен санды 10 аласыз да 4-ке бөлесіз, таза бөлінбейді. 2-ке көбейтіп бөлсеңіз, қанша болады? 20-ны 4-ке бөлсек 5, значит, ортақ бөлімі 20 деген сөз. Мынаны сөзде 2-ке көбейтесіз, мынаны 20 болу үшін 5-ке көбейтесіз деген сөз. Демек, мына жеріміз 30 болады екен. Мына жеріміз 5, 20 болады екен. Сөзде 35 бөлінген 20 шықты. И дальше қысқартсақ, 5-ке қысқарады. Мына жеріміз 20-ны 5-ке бөлсек 4, мына жерде 7. 7-тен 4 шықты. Енді 7-тен 4-ті есептейік. 7-ші амалда есептейміз. 4-тен 7 бөлінген 18,3-тен 1 дейді. 11-ден айналдырып жерсек, 18-ді 3-ке көбейтеміз 54, 1-ді қоссақ 55. И асты 3. Ортақ бөлімі 4-те 7 көбейтілген. Орын ауыстырып жерсек 3 и 55. Мына жеріміз 21 болады екен. Мына жеріміз 240. 240 ба? Жоқ, 220. Енді 8-ші амал. Осы үстінде 5-ші амалмен осы шыққанды бөлеміз. 168. Мына жеріміз 55.
Сразу көбейтуге ауыстырған кезде орнын ауыстырып жіберем. Мына жеріміз 220 бөлінген 21 болып тұр. Енді қысқаратын сандар бар. 220-ны 55-ке бөліп жіберсек, ол бізде 4 болады. 168 21-ге бөлсек, бізде 8 болады. Астында 1 қалады екеуінде де. 8 жердегі 4 ол бізде 32. 1-ді 1-ге көбейтсек 1. Енді бөлсек бізде 32 шығады екен. Құрметті оқушылар, жауабы. Есептерді дәл осылай шығарып 5-ші сыныпта 100% меңгеріп алыңыздар. Енді есеп, дәл осындай есептер үй жұмысына беріледі сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.